Biz qandaymiz? Aqldamiz, sabrdamiz. Biz qandaymiz? Sizimiz qalbdamiz. Biz qandaymiz? Adibimiz, adibdamiz. Biz bärimiz qandaymiz? Керемет, o'tira qo'yinglar. Shu qaraymiz qoldi. Bugungi sabaqimiz matematika sabaqi. Sabaqimizni boshlamas burun ballar ertaga ko'rib olamiz. So'ng ertaga orqali bugungi sabaqimizning taqribini bilamiz. Alma ертегісі. Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, секіріп жете алмайсың. Шырша бұтағында отырған қарға қоян қылығына сырттай күліп отырды. Оны көрген қоян, «Қарға, маған алманы үзіп алып берші», дейді. Қарға ағаш басына ұшып барып, алманы үзіп алады. Бірақ алманы тұмсығымен қармап ұстай алмай, жерге түсіріп алады. «Рахмет саған, қарға», деді де қоян алманы жерден көтермек болды. Ал жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып, қозғалып жүгіре жөнелді. Қорқып кеткен қоян алманың ағаш түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне құлағанын түсініп, «Кірпі, тоқта!» деп айғайлайды. «Менің алмамды қайда алып бара жатырсың?» Кірпі кідірместен, «Бұл менің алмам, ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым». Орман айғайдан қу-шу болып кетеді. Сол кезде Қорбанбай аю келіп қалады. «Бұл не деген ағайшу? Мазамды алдыңдар ғой». Бәрі оған жақындап, «Сен аю біздің ормандағы ең үлкен, әрі ең ақылдысың. Сондықтан бізге алманың кімдік екенін айтып берші», деп аюға оқиғаның қалай болғанын баяндап төрелігін сұрайды. Аю сәл ойланып тұрады. «Алманы кім тапты?» «Мен», деді қоян. «Ал алманы кім үзіп алды?» «Мен», деп қарқ етті қарға. «Жақсы, кім оны ұстап алды?» «Мен ұстап алдым», деді кірпі. «Мен екен, бәрін де дұрыс айтасыңдар. Өйткені әрқайсылар алманы алу үшін еңбектендіңдер. Алма бәріндікі». «Бұнда бір алма ғой», деді кірпі. «Бұл алманы теңдей бөліңдер. Әрқайсысы бір бөлігін алыңдар», деді аю. Мұны естіп, бәрі қуанып кетті. Аю алманы 4 бөлікке бөледі. Қоянға бір бөлігін беріп, «Бұл саған қоян, сен алманы бірінші көрдің». Екінші бөлігін қарғаға беріп, «Бұл саған қарға, сен алманы үзіп алдың». Үшінші бөлігін кірпі аузына салып, «Бұл маған, өйткені алманы ұстап алған мен». Кірпі аюға 4-ші бөлігін беріп, «Бұл саған аю». «Маған не үшін?» деп таңқалды аю. «Сен бізге ақыл айтып татуластырдың», деді ол риза кейіппен. Әрқайсысы өзіне берілген алманың бөлігін жеп риза болды. Өйткені аю ешкімді ренжітпей дұрыс, әділ шешім шығарған еді. Береке басы бірлікте деген осыдан қалған көрінеді. Соң Балалар, мінекей, ағаштың басында қандай жеміс болды? Алма. Ол қандай болды? Қызыл түсі. Сосын тұтас болды ма, бөлік болды ма? Бүтін болды, бүтін болды алма. Оны бәрі таласты, аңдар таласты. Кім татулыққа шақырды? Аю шақырды. Оны бөлді ме алманы? Бөлді, бөлікке бөлді. Неше бөлікке бөлді? 4 бөлікке бөлді. Аю аңдардың барлығын татулыққа бірлікке шақырды. Дұрыс па осы балдар?
тақырыбы бүтін және фигуралардың бөліктері деп аталады. Енді балдар, мен сендерге тапсырма беремін. Пазл құрастырасыңдар. Осы фикір матасынан. Не құрастырыңдар, соны маған айтасыңдар. Жұптық жұмыс бұл деген. Жұптық жұмыс. Балдар құрастырамыз. Жұптық жұмыс. Екеуі құрастырасыңдар, Бірге құрастырасыңдар. Айға бірге құрастырыңдар. Құрастырамыз. Қазір қараймыз балдар. Әдемілеп, қателеспей құрастырамыз. Әдемілеп құрастырамыз. Құрастырамыз. Болдыңдар ма балдар? Болды. Мына жерде Нұртұлға құрастырған екен. Нұртұлға қандай пішін шықты? Қандай? Төрт бұрыш шығыпты. Балдар, мына сендердің құраған пазлдарыңның бетінде ою бастырылған. Ол ою біздің ата-бабамыздан келе жатқан қолөнеріміз. Бұл оюды киімге, үйдегі, яғни ағаш үй болды бұрын біздің ата-бабамызда. Сол ағаш үйдің ішіндегі заттардың бетіне әдемілікке және де біздің қазағымыздың қолөнерін осылай ою қылып бастырған. Мына жерде Айдана қандай пішін құрастырды? Қандай пішін, Ерлан? Дұрыс айтады, төрт бұрыш құрастырған екен, керемет. Мынада қандай пішін құрастырдыңдар? Төрт бұрыш. Неше бөлік сендерде? Неше бөлік? Санаш? Төрт бөлік екен, Мынада көмектесіп жіберейік, балдарына. Қандай пішін шықты балдар? Қандай пішін шықты? Бөліп, қандай пішін мынау? Төрт бұрыш, дұрыс айтады, Неше бөлік мынада? Неше бөлік? Неше бөлігі? Төртеу, дұрыс айтады, Ал сендер қандай пішін құрадыңдар? Дөңгелек құрастырған екен. Фатима қандай пішін мынау? Дөңгелек, керемет. Мейірдан қандай пішін құрадың сен, Ернар? Оюды сәйкестендіру арқылы пішін. Енді біздер сергіту сәтін жасап алайық. Мен сендерге қазір бүтін деп айтам, бүтін болып тұра қаласыңдар. Бөлік деген кезде бөлініп жан-жаққа кетіп қаласыңдар, Ал бүтін қандай пішін құрастырады екенсіңдер? Бүтін. Ал қандай пішін құрастырасыңдар? Сопақша. Бөліп. Бүтін. Ұстай ғой. Бүтін. Кейін қарай тұрайық, балдар симай қалған жерде хан. Кейін қарай тұрамыз, кейін қарай. Ұстаймыз қолдарына. Ал қандай пішін құрадыңдар? Сопақшама тағы да төрт бұрыш құрастыруға бола ма балдар? Осылай тұр. Төрт бұрыш құрастырайық. Әр қарай тұрыңдар.